Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 3-ші сынып 52-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші тапсырма. Дөңгелектің боялған бөлігін тексер, бөлшекті жаз. Яғни, бұл тапсырмада мен үлес пен бөлшектің не екенін білемін, бөлшекті оқып жаза аламын деп тұр. Енді бірінші суретке қарайтын болсақ, бірінші сурет ол 1, 2, 3, 4 бөліктен тұрады, иә? Яғни бізге айтылып тұр, боялған бөлігін көрсететін бөлшекті жаз. Сонда жалпы бізде 4 бөлшек бар бұл жерде. Бөліміне 4 деп жазамыз. Ал 4-тен мынау 3 бөлігі боялғандықтан 3 бөлікке 4 деп жазамыз. Келесі суретке қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. Жалпы бұл жерде 5 бөлік бар. 5 бөліктің 2 бөлігі боялған, сондықтан да 2 бөлінген 5 деп жазамыз. Келесі сурет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6 бөлік берілген, 6 бөліктің 2 бөлігі боялып, сондықтан да 2 бөлінген 6 деп жазамыз. Келесі сурет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлік берілген, бөліміне 9 деп жазамыз, ал боялған бөлігі мына 3 болып, сондықтан да 3 бөлінген 9 деп жазамыз. Келесі сурет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп тұр. Яғни 10 бөлік берілген, 10 бөліктің 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6 бөлігі боялып тұр. Сондықтан да 6 бөлінген 10 деп жазамыз. Соңғысы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 бөлік берілген, оның боялғаны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни 11 бөліктің 8 бөлігі боялған екен. Келесі тапсырма бізге берілген фигуралардың суретін дәптерге сал. Олардың бөліктерін берілген жазуға сәйкес боя деп тұр. Яғни осы 3 фигураны дәптерге саламыз. Бірінші фигурамызда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлік бар. Сонда оның бөліміне 6 деп тұр. Енді осы фигуралардың міне 2, яғни 2 бөлінген 6 деп тұр ғой. 6 бөліктің 2 бөлігі боялған деп тұр. Сондықтан да мына 2 бөлігін бояп қоямыз. Мынау осы 2 бөлігін бояймыз. Сонда 6 бөліктің 2 бөлігі боялған деп тұр. 2-ның бөлігін бояймыз. Енді келесі суретке қарайтын болса, 5 бөлінген 9 деп тұр. 5 бөлінген 9. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я? Осы 9 бөліктің 5 бөлігі боялған деп тұр. Сонда мына жерде 5 бөлікті бояп аламыз. Мұны 5 бөлікті бояймыз. Сонда 9 бөліктің 5 бөлігі боялған деп тұр. Келесі 1 бөлінген 3 деп тұр. Яғни 3 бөлік берілген, 1, 2, 3. Осы 3 бөліктің 1 бөлігі. Яғни 1 бөлігі боялған деп тұр. Мынау 1 бөлігі боялған екен. Келесі тапсырма А нұсқасына қарайтын болсақ, 90-ның 10-нан 1 бөлігі деп тұр. Яғни 90-ның 10-нан 1 бөлігі дегеніміз 90 санын бөлеміз 10-ға, алымындағы 1-ге көбейтеміз. Сонда 9-ға тең, 90-ның 10-нан 1 бөлігі 9-ға тең болады. Келесі 40-тан 4-тен 1 бөлігі, яғни 40-ты бөлеміз 4-ге, көбейтеміз алымындағы 1-ге, сонда 10. 40-тың 10-нан 1, 40-тың 4-тен 1 бөлігі 10-ға тең. Келесі 8 бұл қандай санның 6-дан 1 бөлігі. Енді бұл жердегі белгісіз санды табу үшін біз 8-ді көбейтеміз 6-ға, оны бөлеміз 1-ге. 8-ді 6-ға көбейтсе 48, 48-ді 1-ге бөлсек 48-ге тең. Сонда мына жердегі бос орынға 48 санын қоямыз. Келесі 6 бұл қайсы санның 5-тен 1 бөлігі. Біз 6-ны көбейтеміз 5-ге, оны бөлеміз 1-ге. Сонда 30-ға тең. Сонда мына жердегі бос орынға 30 қоямыз. Сонда жауабы 6 бұл 30 санының 5-тен 1 бөлігі. Келесі А нұсқасында санның кубын көбейтінді мен алмастыр есепте деп тұр. Яғни бұл жерде кубы деген, яғни сол санды 3 рет көбейтеміз сөзіне. Сонда 100-ді жазып аламыз. 2-ні 3 рет көбейтіп шықсақ 8-ге тең болады. Сонда 100-ге 8-ді қоссақ 108-ге тең болады. Келесі 80 азайту 3-тің кубы, яғни 3-ті 3 рет көбейтеміз. 3-ті 3 рет көбейтетін болсақ 27-ге тең. Ал 80-нен 27-ні азайтатын болсақ 53-ге тең болады. Келесі тапсырма бізге берілген есептің шартын оқы, есепке дұрыс сызба таңдап, оны шығар. Таспаның ұзындығы 10 метр, оның 5-тен 1 бөлігін қиып алынды. Неше метр таспа
алынды деп тұр. Енді бізде таспаның ұзындығы 10 метр деп тұр. Оның 5-тен 1 бөлігін қиып алды. 5-тен 1 бөлігін табатын болсақ, 10-ды 5-ке бөліп, оны 1-ге көбейтеміз. Ол 2 метр. Сонда бізде мына жерде жалпы мынаның барлығы 10 метр таспа болса, соның 5-тен 1 бөлігі, мына 1 бөлігі қиып алынды. Мына 1 бөлігі ол 2 метрге тең екен. Сонда әрқайсысы бөлігіміз 2 метрге тең болып тұр. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 бөлікке бөлінеді. Осы 5-тен 1 бөлігі 2 метрге тең болып тұр. Келесі тапсырма А нұсқасына қарайтын болсақ, мәтінге сұрақ ойластыр, есеп құрастырып, оны шығар. 3 көйлектігі 327 метр матаның 3-тен 1 бөлігі қиып алынды деп тұр. Енді бізге жалпы берілген 27 метр мата, оның 3-тен 1 бөлігі қиып алынды деп тұр. Енді біз оның 3-тен 1 бөлігін табатын болсақ, 27-ні 3-ке бөліп, оны 1-ге көбейтеміз. Сонда 9 метр. Жауабы 3 көйлекке 9 метр мата қиып алынды. Келесі А нұсқасына қарайтын болсақ, есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар. 3 көйлек тігу үшін неше метр мата қажет? 21 метр матадан неше көйлек тігуге болады деп тұр. Яғни бұл жерде бос орынды табуымыз керек. Яғни 3 көйлекке 9 метр кететін болса, 21 метрден неше көйлек кететінін тауып алуымыз керек. Енді 9 метрді 3 көйлекке бөлетін болсақ, яғни 1 көйлекке 3 метр мата кетеді екен. Енді жалпы бізде 21 метр мата болатын болса, 1 көйлекке кететін метрді бөлетін болсақ, 7 көйлек, яғни жауабы 21 метр матадан 7 көйлек тігуге болады екен. Келесі тапсырма, оқушы есепті шығарды, боялған ұяшық дұрыс толтырылған ба тексер деп тұр. Бірінші есепке қарайтын болсақ, бұл жерде біріншісінде 5 жәшік берілген, оның жалпы массасы 30 кг, 7 жәшіктің массасын табуымыз керек. Яғни массалары бірдей деп тұр. Енді массасын табу үшін жалпы массасын бөлеміз санына. Жалпы массасы бізде 30 кг деп тұр. 30-ды 5 жәшікке бөлетін болсақ, ол 6 кг, яғни массасы 6 кг екеуінің де. Енді мына жерде екіншісінің жалпы массасын табатын болсақ, жалпы масса тең масса көбейту санына. Жалпы масса бізде 6 кг, оны 7 жәшікке көбейтетін болсақ, 42. Сонда жалпы массасы 42 дұрыс екен. Екіншісінде бағалары бірдей деп тұр, сандары берілген, құны берілген. Біз бұл жерде бағасы мен екіншісінің санын табуымыз керек. Жалпы 6 дәптер 54 теңге, бағалары бірдей деп тұр. Ең алдымен біз бағаларын тауып алатын болсақ, құнын бөлеміз санына. Құны бізде 54, оны 6-ға бөлетін болсақ, 9. Сонда бағасы 9 теңге болып тұр. Енді екіншісінің мына жерде санын табатын болсақ, санының формуласы құнын бөлеміз бағасына. Құны бізде 54 теңге, бағасы 9 теңге деп тұр. 54-ті 9-ға бөлетін болсақ, 6 дәптер мына жер сонда қате болып тұр. 8 емес 6 дәптер болу керек. Жауабы 9 дәптер 81 теңге тұрады. Мен бүгінгі 3-ші сынып 52-ші сабақ аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.